Яринге құда түсіп келеді. Харун екеуінің неге жүзіктерін тағып, Яринге алтындарын таға бастайды. Барлығы мәз-мейрам. Осы кезде Харунға неге Америкада үйлене салмадың, неге дәл мені таңдадың деп сұрақ қояды. Көңіл Фыратқа өз ағасындай, бауырындай екенін айтады. Миран нағашы әжесінің бөлмесіне кіріп, бізде барлығы жақсы және бізді уайымдамауын сұрайды. Миран Раян үшін бөлмеге киім ауыстырғыш тартпа кіргіздіреді және киімдерін сол жерде ауыстырады. Азиза Раянға немеремді азғыруына жол бермейтінін айтып бопсалайды. Азиза Шүкіранның бөлмесіне кіріп, бұл жерден кетуін талап етеді. Сол кезде Шүкіран ханым Азизаға кезекті хатты береді. Хатты оқып көріп, Азиза қатты қорқып уайымдайды және мені бопсалап жатқан кім деп қатты ойланады. Миран мен Раян болса, бір төсекте тәтті ұйқыға кетеді. Таң атысымен Азиза Фыратқа нотариуске барып, атындағы мал-мүліктің барлығын өзіне қайтаруын талап етеді. Бірақ Фырат қарсы шығып, сіз ашумен істеп жатсыз деп, осы жерде біраз шу шығады. Азиза бөлмесіне кіре сала нотариуске хабарласып, қалайда мал-мүлікті өзінің атына аударуын талап етеді. Есма Азизаның бөлмесіне кіріп, баласын қорлауға жол бермейтінін айтады. Сыртқа шыға сала есінен танып қалады. Себебі Миранның машинасына үйіне оқ атқандар Азизаның жұмысы екенін білген болады. Илифтің жолға шығатын уақыты келіп қалды. Барлығы шығарып салып жатқанда, аэропортқа әжесінің баруына қарсылық көрсетеді. Сенің кесіріңнен осы үйден кетіп бара жатырмын дейді. Жолда Миран әлі бақытты боласың деп Илифті жұбатады. Миран мен Раян сырттан тамақтанып, өз болашақтарын ойлай бастайды. Екеуі де көңілді. Үйге кіріп келгені сол еді, әжесінің Илиф деп айқайлаған дауысын естеді. Барлығы шадоғылардың үйіне келеді. Илифімді тауып беріңдер деп айқайлайды. Насух төре бұл жерде Илиф жоқ деп жауап береді. Солай тұрғаны сол еді, Илиф пен Азат арттарынан келеді және заңды түрде некеге тұрғанын, үйленгенін айтады. Мен ол үйге бармаймын. Мен Азаттың заңды түрде әйелімін. Мен осы жерде қаламын. Аға өтініш, әжемді үйге алып кет дейді. Өз үйлеріне келгенде, әжесі қатты ашуланып, Илифімді сен тастап кеттің деп Миранға ашуланады.